Шайтанирражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қазақша, арабша Құран хатым оқу. Әли Имран сүресі 23-ші аят. Қуылған шайтан кесірін Аллаға сыйынамаса қымқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Өздеріне илахи кітаптан жеткілікті үлес тигендерді, яғни илахи кітапты оқып, шынайы іліммен сусындап, біраз нәрседен хабардар болғандарды көрдің бе? Олар араларында туындаған мәселелерге Алланың кітабымен билік айтып, кесімді үкім шығару үшін шақырылғандарына һәм қолдарындағы Алланың кітабы қарап үкім айтылғанына қарамастан бір тобы үкімге бойсынудан бас тартқан күйде сырт айналып кете барады. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тара илаллазина уту насибан минал китаби юд'ауна иля китабиллахи ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. Мұның себебі олардың өздерінше тозақ оты бізге бұзауға табынумен өткізген санаулы күнді қоспағанда әсте тимейді деп айтқандықтары, олардың мұндай ойдан шығарған жалған сөздері мен сенімдері өздері ұстанған дін мәселесінде оларды осылайша алдауда. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Шүбәсіз орнайтын қиямет күнде оларды ғарасат майданына жинағанымызда және ешкімге титтей де қиянат жасалмастан әрбір жан дүниедегі істеріне қарай қарымын толық алатын шақта олардың жағдайы не болмақ? فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَأُوفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Уа Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, бұлай деп айт: уа бар билік, бір өзіне ғана тиесілі болған Алла тағалам, сен билікті қалағаныңа бересің, һәм қалағаныңнан билікті тартып аласың. Сондай-ақ қалағаныңды үстем етесің және қалағаныңды қор қыласың. Жақсылық атаулы бір өзіңнің ғана қолыңда. Шүбәсіз сен барлық нәрсеге толық құдіреттісің. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Түнді қысқартып, күнді ұзартасың, және күндізді қысқартып, түнді ұзартасың. Сондай-ақ өліден тіріні шығарасың, және тіріден өліні шығарасың. Һәм қалағаныңа қисапсыз ризық несібе бересің. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق ما تشاء بغير حساب. Мүміндер мүмін бауырларын бұлай қалдырып, кәпірлерді дос тұтпасын. Кімде-кім солай істесе, Алламен һәм оның хақ дінімен байланысын үзген болады. Бірақ өздерінен әлде қайда үстем болған кәпірлерден келетін қауіп-қатерден сақтансаңдар, оның жөні бөлек. Алла сендерді өзіне қарсы келіп асы болудан сақтандырады. Ақыр соңында қайту бір Аллаға болмақ. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته وتحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
Сондай-ақ мүміндерге көкіректеріңдегіні, яғни ниет пиғылдарыңды жасырсаңдар да, жария етсеңдер де бәрібір Алла бәрін біледі. Сондай-ақ ол күллі аспан әлемі мен жердегінің бәрін біледі. Алла барлық нәрсеге толық құдіретті деп айт. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Сол бір күні әрбір жан дүниеде жақсылық ретінде не істеген болса, соның бәрі алдынан шығады. Жаман істері де дәл солай мұндалап алдынан шығады. Сонда ол істеген жамандықтары мен өзінің арасында, жер мен көктің арасында қашықтық болғанын қалайды. Алла сендерді өзіне қарсы келіп асы болудан сақтандырады. Алла құлдарына өте мейірбан, сондай жанашыр. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا وتحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам адамдарға: егер Алланы шынымен жақсы көрсеңдер, маған еріңдер, сонда Алла тағала да сендерді жақсы көріп күнәларыңды кешіреді деп айт. Алла ғафур, құлдары қанша жерден ауыр күнәға батса да тәубелеріне келген жағдайда өте кешірімді, рахим, әсіресе мүмін құлдарына ерекше мейірімді. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Сондай-ақ оларға: Аллаға һәм Алла елшісіне бағыныңдар деп айт. Егер олар бағынудан бас тартып сырт айналып кете барса, онда кәпірлер біліп қойсын, шүбәсіз Алла кәпірлерді жақсы көрмейді. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Расында Алла адамды Нұхты, Ибрахимнің әулетін және Ибрахимнің әулетін және Имранның әулетін күллі адамзат ішінен арнайы таңдап алып, бүкіл адамзаттан һәм бүкіл қауымдардан үстем әрі таңдаулы қылды. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Оларда бір-бірінен тараған һәм бір сенімді ұстанған бір тұтас нәсіл ретінде күллі адамзаттан үстем әрі таңдаушы етті. Сондықтан пайғамбарларды бір-бірінен бөліп жармай бәріне бірдей иман келтіріңдер һәм Алланың таңдауына әрі пайғамбарларына қатысты орынсыз сөздер айтпаңдар. Алла сәми, ауыздарынан шыққан сөздің бәрін естуші, әрі алим, бәрін білетін шексіз ілім иесі. Зурриятан бa'духа мин бa'д Аллаху сами'ун алим. Бір кездері Имранның әйелі: «Уа Раббым, шынында мен құрсағымдағы баламды дүниелік істерден толық азат етіп, бір өзіңе, яғни өзіңнің жолыңа басы бүтін атайтындығыма серт бердім. Осы нәзірімді менен қабыл еткейсің. Шүбәсіз, сен бәрін естуші әрі бәрін білетін шексіз ілім иесісің» деп мінәжат еткен еді. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ол құрсағындағы баласын Раббысына басы бүтін атап қойғаны үшін ол босанармын деп ойлаған еді. Сөйтіп ай күні толып баласын босанғанда өзі күткендей ол емес қыз тапқандықтан: «Уа Раббым, мен қыз босандым» деді. Алла оның не тапқанын әлбетте жақсы біледі. Әрине ол күткен ол бала біз берген осынау қыз бала сияқты бола алмас еді.
Мен оның атын Мәриям деп қойдым. Сондай-ақ мен оны һәм ұрпағын рақымыңнан қуылған шайтаннан сақтай көр деп бір өзіңе сыйынамын. فلما ودعتها قالت ربي إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Раббысы оны анасының ниетіне, шынайы ықыласына қарап қабыл алды және керемет тал шыбықтай етіп өсірді. Оны Закарияның қамқорлығына берді. Закария ғибадатханаға кіріп, оның қасына келген сайын жанында сан алуан азық көретін еді. Бірде ол таңдансын жасыра алмай, «Уа Мәриям, бұл саған қайдан келді?» деп сұрағанда, Мәриям, Алладан келді, шүбәсіз Алла қалағанына хисапсыз ризық несібе береді деді. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. 37. ayettin sonu.